Мама, тағы да стил қалды менің. Егін деп жатырмын, февральдың бүгін 22 керек, сатып алған топырақ пен қар керек. Мынау не болды балам? Қар. Сатып алған топырақты торттың ыдысына салдым. Енді үстіне не саламыз балам? Қар саламыз. Қарды жақсылап саламыз. Себебі ол петунияның дәні өте ұсақ, қарға салмаса көрінбей қалады. Сондықтан жақсылап қар саламыз. Сосын қардың бетіне дәнді себеміз. Болды. Мына да саламыз. Мен түсіріп жатсың ба жақсылап балам? Налады көз түсіп аттым, сосын бір кезде сені түсіп аттым. Ой, молодец. Мен балам мобилу көріп қане. Әкесі штатив алып бергенше, менің балам мен мамасын өзі түсіреді. Содан кейін әкесі андай түсіретін алып береді штатив. Сол кезде балам не істейді? Босайды. Болды ма? Қазір қарды әдемілеп жайып аламыз. Әдемілеп. Құм сияқты кетті ғой. Иә, құм сияқты. Ол еще үй деген ыссы. Мына жерде балапандар тұр ғой. Қар деген еріп баратыр. Тез гүлдерді егіп тастау керекпіз. Содан мынадай петунияның ішінің дәнін мынадай ыдыстарда тұрады екен. Ішінде көзі қиып 5 түйір дән салған екен. Мінекей мынаның ішінде міне ақ болып, әр жерде тұр, қардың ішінде көріп тұрсыздар ма? Сол қарға мына қар сіңеді, жылы жерге қоямыз. Бетін пакетпен жауып, міне еріп жатыр. Мына дәні сары болды, сыртындағы сары, анау несі ғой, жаңағыдай обеззараживающий дәрісі, сол еріп жатыр. Міне көріп тұрғаныңыздай 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 шақты дән болады екен. Мынада да, значит, 10 шақты болған ғой, бізге мына қармен бірге болып аппақ болғасын көрінбей қалды. Мен 3 ыдыс дайындап қойып жүрсем, мынада 2 неге бар жоқ ішінде 10-ақ дән болады екен. Мінекей. Петунияның. Өзімнің былтырғы дәндерімді таба алмай қалдым. Бір банка дәнім бар еді, енді соны тауып алып егу керекпіз. Осы негізі түсіндіңіздер ғой, қалай егетін. Осындай кішкене ыдысқа сатып алған топырақты салып, бетіне қарды салып, жаңағыдай дәнді саласыздар да, сонымен ылғал болады. Сосын қазір бетін одноразовый пакетпен жауып, жылы жерге қоясыздар. Батарейдің үстіне де қоюға керек емес, жылы жерде тұру керек. Қараңғы жылы жерде. Сосын қарап тұрасыздар, кішкене бүйтіп ілмешек болып уже шыға бастаған кезде, сол кезде барып жарыққа қоясыздар. И пакетін жаймен аласыздар. Сол болды петуния. Ерте осылай январда ексем мүлде күшті. Енді қазір міне жарықтар енді қатты түсіп тұр ғой күндер. Міне енді февральдың 22-сінде егіп жатырмын. Енді қазір мен мынаған пакетке помидор егейін деп жатырмын. Ол үшін не істейміз? Мынадай пакетті жайып аламыз да, бетіне туалетный бумагын жайып аламыз. Қазір мен еще көрсетем. Осылай туалетный бумагын жайып аламыз да, мынандай помидордың дәндерін әкеліп қойдым, жақсы сорттар. Соны мына жерлерге бүйтіп жоғары жақтарына бәрін діземіз да, су бүркіп, ылғал болған кезде жақсылап орап тастаймыз да, стақанға салып қоямыз. Мына қағаз арқылы оған ылғал барады, бетін тоже одноразовый пакетпен жауып қоямыз, пока ілмешегі шыққанша. Не қарай, бүкіл дәнді осы жақ, жоғары жақ шетінде бәрін дізіп шығамыз. Түсіріп жатсың ба балам? Иә. Мінекей, енді осыны жаймен, ножығамен гүлікпен ұлды. Мама, Несі, алма бұлай ұстап тұр. Мама, кунека істеші кунека. Куника деген далада о қардың астында. Істеп себеші, неққа істеші. Гүлденің. Су сасып атыр. Иә, міне су құйып қойып жатыр мына де. Міне қара су шашатқанын түсіріп жатсың ба бала? Иә, суды қарап атырмын. Мені де түсіріп жатсың ба? Иә, түсіріп атырмын. Мінекей. Міне, енді осыны осылай ораймыз ғой. Бізді ораймыз. Кынадан тамыры шыққан кезде жақсылап тамырланады, көп болып. Мына жерден шығып кетеді. Сол кезде топыраққа саламыз. Мынадан басы күнге қарай жапырағы шыға бастайды. Сол кезде сыртының пакетін алып жарыққа қоямыз. Пока мындай стақанға су құйып, соған қойып қоямыз да, сыртына одноразовый пакет кигізіп қоямыз. Жаңа бір әкелдім ғой, мынадай сияқты бір пакетті әкеліп, сыртынан парный эффект болу керек, жылу шығып кетпеу керек, и су, ылғал шығып кетпеу керек. Мама, ол
бір қолмен ыңғайсыз, үшін осындай бір пакет кигізіп қоямыз. Ау, орамай тұр балам, дәнін салған жоқпыз ғой. Наған енді помидордың дәнін саламыз. Анаған жана бұрыштың дәнін салып шықтық. Міне. Енді мынаған помидордың дәнін бүйтіп, мына жерлерін бәрін дізіп шығамыз да, дәл жаңағыдай ораймыз. Аша ғой балам. Кеп.